Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге тауық етін арнайы пакетке салып пеште пісіретін боламыз. Ендеше соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен картоптарымызды осылай үлкен бөлшектерге, яғни ірі-ірі бөлшектерге бөліп аламыз. Содан соң үстінен сәбізімізді саламыз, туралған, және бір пиязымызды саламыз. Ұсақтап туралған чесногымызды, яғни сарымсағымызды салып, дәміне қарай қара бұрыш және тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Құрамына керек заттардың барлығын описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп қарай аласыздар. Мінекей барлығын араластырып болдық. Енді бізге тауық аяқтары қажет болады. Тауық аяқтарын жуып тазалап, осылай таза ыдысымызға салып аламыз. Мына жерде мен көрсетіп жатырмын. Және бізге осындай арнайы магидің приправасы қажет болады. Соның ішінде осындай арнайы пакеті болады. Достар, қазақша контенттің, яғни фудблогтың дамуына азда болса өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және де мен мына жерге Instagram парақшамды да қалдыратын боламын. Парақшама да өтіп, күнделікті қызықты истористерді және рецепттерді көрсеңіздер болады. Жаңағы тауық аяқтарына приправамызды қосып, барлығын жақсылап, қолымызбен осылай жағып араластырып шығамыз. Содан соң жаңағы ұсақтап туралған чесногымыздың жартысын салатын боламыз. Барлығын жақсылап, бір келкі болғанша араластырамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шығу қажет. Енді жаңағы ашқан пакетімізді алып, ішіне жаңағы картоп, сәбіз, пиязымызды, яғни жуамызды саламыз. Ең алдымен, содан соң үстінен жаңағы араластырған тауық аяқтарын салып орналастырып шығамыз. Мінекей барлығын осылай орналастырып алғаннан соң аузын жабатын боламыз. Жаңа бізде қызыл жіпше шықты. Сол жіпшемен аузын тарттырып жауып қоямыз. Және қызып тұрған пеште 190-200 градуста 45-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Аз ғана уақытта осындай керемет дәмді тағам болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама жазылмаған болсаңыздар жазылып, өз ойларыңызды қалдыра отырыңыздар. Және де инста парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.